Мен каналға жазылып кетіңіздер. Бүгін біз сіздермен асқабақ жайлы пайдалы кеңестермен бөлісетін боламыз. Асқабақ дәрумендер қоймасы және олардың едәуір бөлігі целлюлоза мен тұқым гүлдерде болады. Асқабақта сәбізге қарағанда 4-5 есе көп каротин бар. Төмен калориялы болғандықтан асқабақ диеталық өнім болып табылады. Өйткені құрамында крахмал, холестерол және транс майлары жоқ. Аз қант, бірақ ас қорытуға пайдалы талшықтары көп. Асқабақтың іш жүргізетін қабынуға қарсы және холестерикалық әсері бар. Сондықтан аз мөлшерде тоқырау мен іш қатуы бар адамға өте пайдалы. Қазіргі таңда асқабақтан түрлі тағамдар жасауға болады. Асқабақты салаттар, десерттер, тәттілер, сусындар түрлері өте көп және де көптеген дерттерден айықтырады. Соның ішінде бауыр аурулары, қатерлі ісіктің алдын алады, ішектегі құртты тазалайды және артық салмақтан арылуға көмектеседі. Каналға міндетті түрде жазылыңыздар. Алдағы уақытта басқа да өнімдер жайлы пайдалы кеңестер